кешегі менің Дональд Трамп туралы видеомнан кейін Владимир Путин туралы айтасыз ба деген көрермен көбейді. Енді ол заңды, себебі Владимир Путин біздің көршіміз, іргеміздегі ең үлкен елдің президенті. Тоқаевты да мынау тағдыр таразының үстінде отырған қаймана қазақты да қатты алаңдататын бір адам болса, ол осы Путин. Сондықтан ол туралы айтуға болады. Сонымен Владимир Путин кім? Жалпы ол қандай адам, оның бір психологиялық портрет қандай, Қазақстанға және әлемге ықпалы қандай деген сұрақтарға барынша бір қарапайым тілмен жауап беруге тырысайын. Путин қазір әлемдегі ең ықпалды әрі ең даулы саясаткерлердің бірі. 74 жаста, Трамп сияқты бір бизнес империядан емес, қарапайым ортадан өсіп өнген, 16 жыл КГБ-да шетелді барлайтын офицер болып қызмет етіп, подполковниктің дәрежесіне дейін көтерілген таза КГБшник, бір сөзбен айтқанда. Кейін КСРО ыдырағанда Анатолий Собчактың командасына кіріп алады. Одан кейін Ельцин әкімшіліктігінде түрлі қызметтер атқарады. ФСБ-ның директоры, қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болды. Қысқасы, Ельцин арақты көп ішіп ауырып ел басқара алмай қалғанда, Ресейдегі үлкен олигархиялық топ оны билікке алып келді. Сол уақыттан бері міне 25 жыл болды біз Путиннің бір көңіл күйіне қарап өмір сүріп келеміз. Себебі оның халқы көп, оның қаруы мықты болды. Арамызда құрлықтағы ең үлкен граница жатыр. Жалпы қазақ болып жаралғалы біз осы орыспен көршіміз. Не біз үйімізді сатып көшіп кете алмаймыз? Олар да сондай. Сондықтан қабырғасы жұп-жұқа үйде отырып, бір көршіміздің квартирасынан неше түрлі дыбыстарды естіп жатсақ та, саңырау болып отыра беруге біздің қазақ әбден үйренген. Көршің соқыр болса, бір көзіңді қысып жүр деген сөзді Назарбаев та, Тоқаев та қазір өте жақсы меңгерген. Орыстың президенті өзінің жеке өмірін өте құпия ұстайды, бір көрнекі түрде эмоциясын көрсетпейтін өте суыққанды адам. Путин бір классикалық партиялық карьерист емес. Қауіпсіздік органдары, яғни КГБ, ФСБ-ның жүйесінен шыққан, силовиктердің элитасынан шыққан адам. Сондықтан оның бір психологиялық портретін жасауда өте қиын емес. Біріншіден, Путин ол империалист адам. Оны енді қазір өздері де жасырып отырған жоқ. КСРО-ның бір күйреуін 20 ғасырдың ең басты геосаяси апаты деп атағанда осы Путин, яғни сүйегі шіріп кеткен орыс империясын қайтадан бір тірілтіп алғысы келіп жанталасып жүрген адамдардың бір екенін қазір олар жасырмайды. Сондықтан Украина, Беларусь, кейбір орталық Азияның елдері, оның ішінде біз де бармыз, табиғи түрде орыс әлеміне қосып алғысы келеді. Кезіндегі патшалық Ресейді басқарған, баяғыда әруақ болып кеткен ағаларына ұқсап, бір орыс әлемін великий держава жасаған тұлға болып тарихта қалатын үлкен дәмесі бар. Қысқасы, Путин біздің Қазақстанды бір болашағы бар ел деп есептеп тұрған жоқ қазір. Екіншіден, Путин өте қияли адам. Русский мир деп аталатын өзінің концепциясына әбден тойып алған. 2007 жылы Русский мир деп аталатын қорды құрды. Бұл қор не істейді? Ол орыс әлемін сырт мемлекеттерде қорғайтын өздерінің доктринасы. Яғни шетелдегі орыс тілділерді қорғау арқылы бір орыс империясын кеңейтуді мақсат етеді. Жатса тұрса осыны қиялдайтын, сондай бір түс көретін адам. Орайы келсе, кеп тұрған шансты жібермеуге барын салады ол кісі. Үшіншіден, Путин батысты жек көретін адам. Риторикасының бәрі анти-батыс, яғни әлемдегі ақш-тың үстемдігін қабылдамайды. Короче, ол батыстың бүкіл құндылығын атысталай санайды қазір. Бір батыстың идеалдары ол үшін іріген-шіріген қоғам. Таза советский, дәстүршіл идеологияның адамы. Отбасылардың бәрі совет үкіметіндегідей өмір сүру керек, патриотизм де сол совет үкіметінің кезіндегідей болу керек деген пікірде. Ал Ресейдің далдиған территориясындағы пропагандалық арналары зомби қылып тастаған орыс халқы оның айтқанына имандай сенет, айдағанына жүреді. Бұл енді бір емдеуі қиын ауру. Біздің елде де бар ғой, анау домбыра харам деп жүрген емделмейтін адамдар. Оларда да дәл осындай зомбилар пачка-пачкасымен жетіп жатыр. Бүкіл телеканалдары азаннан кешке дейін бір орыс керемет, батыс елдері тупой деген принциппен хабар таратады. Төртіншіден, Путин өте кекшіл және қызғаншақ адам. Ол басқа елдердің өзінен асып танып кеткен никогда көре алмайды. Или біз сияқты көшедегі туалетке отырасың, немесе мүлдем туалетке отырмайсың деген сияқты талап қоя салу олар үшін түк емес.
яғни орыстан асып кеткендердің бәрі оның жауы. Бір Украинаның тәуелсіз демократиялық мемлекет ретінде күшті дамыса, бұл Ресейдегі авторитарлық жүйеге үлкен қауіп төндіреді деп санайды. Сондықтан орыс әлемі концепциясын пайдаланып, шетелдегі орыс тілділерді қорғау деген ұранмен біз сияқты көршілеріне саяси, мәдени ықпалын тықпалап қоймайды. Оның бұл саясатын әрине өзіміздің ішіміздегі ана тілін білмейтін орыс тілді мәңгүрттер де барынша көмектесіп жатыр, өкінішке орай. Бесіншіден, Путин әлемге бір үрей сеуіп тұрғанымен өзінің ішінде, өзінің жүрегінде өте қорқақ адам сияқты болып көрінеді. Неден қорқады? Ең бастысы ол түрлі түсті революциялардан, бір режимдардың ауысуынан қорқады. Мына Грузия, Украина, Қырғызстанда болған төңкерістер, араб көктемдері, 2020 жылы Беларусьтағы болған төңкеріске әрекет, 2022-дегі біздегі қаңтар оқиғалары оның фобиясы. Себебі бұндай жаман үлгілер өзінің басына да келуі мүмкін. Оның тағы бір қорқынышы ол НАТО-ның қанатын кеңге жайып шекарасын кеңейтуі. Бір империялық мәртебе статусынан айырылып қалудан да ол өлердей қорқады. Яғни Ресейдің ұлы держава статусын жоғалту ол үшін өліммен тең. Сосын өзін бір Ресей империясын қалпына келтіруге жіберген, Құдай жіберген адамдай көреміз, сондай бірдеңе. Ресей тарихындағы Петр I, Екатерина II, Сталиннің деңгейіндегі елдің территориясын кеңейткен лидер ретінде қалу амбициясы өте зор. Алтыншыдан, Владимир Путин өте қу адам. Енді оның қулығына қазақтар әбден үйреніп алғанымен, бірақ батыстың басқа елдері әлі үйрене алмай жатыр. Әсіресе Трамп. Бір алғашқы свиданияға барған жігіттің айтқан сөзінің бәрін сене беретін қыздар болады ғой. Сол сияқты Путиннің лапшасын байқамай қайта-қайта өзінің құлағына сырғағып тағып алғанын байқамай қалады Трамп. Бірақ бұл жерде Трамп пен Путиннің үлкен бір ұқсастығы да бар. Екеуі де ешқашан өздерінің берген уәделерін орындамайды. Содан кейін әрине ақпараттық пропагандалық соғыстың шебері, яғни Ресейдегі барлық телеарналар мен федералды ТВ-лардың барлығын өзіне жұмыс етіп қойды. Және тағы бір үлкен қулығы, бұны енді тактика деуге де болатын шығар. Ол бір любой дағдарыс кезінде күтпеген тактикалық қадамдар жасай алатынымен ерекшеленеді. Яғни Қырымды тез арада аннексиялау, Сирияға тез арада басып кіру, Украинаға үлкен масштабтағы соғысты аша салу деген сияқты қадамдарды ол елдің бәрі абыр-сабыр болып, басқа тірлікпен айналысып жатқанда, басы қатып жатқанда спокойно бастап кете береді. Енді Путин мен қазақтар қалай араласуы керек? Оның біздің елге қатысты ұстанымы қандай деген сұраққа тоқталайықшы. Назарбаевтың кезінде бұлар Путин екеуі жақсы дос болды. Бір-бірін красиво алдап жүріп, бір-бірін өтірік мақтап жүріп, бірге шай ішіп жүрді. 2013 жылы бұлар жақсы көршілік және одақтастық туралы шарт жасасты. 2014 жылы өздеріңіз білесіздер, Евразиялық экономикалық одақ туралы келісімге қол қойылды. Яғни екеуі де бір бармағын бүгіп алып, өздерінің мүдделерін күйттеп жүріп, сол заманның ғажайып бір достығының рөлін ойнап шықты. Ресейге аймақтық гегемония, транзит және үлкен коридор керек болды. Қазақстанға қауіпсіздік кепіл керек болды және үлкен нарық керек болды. Ал Тоқаев мырза барынша сол курсты қазір жалғастырып жатыр. Бірақ Путин Назарбаевтың бетіне мақтап сөйлеуді меңгерсе, Тоқаевқа өзінше тиісіп сөйлеп қоятыны да бар. Қаңтарда қазақ халқын сақтап қалған біз дегенді олар қазір ашық айта бастады. Бірақ кейін Тоқаев Ресей медиасында оларға өзінің жауабын айтты. Ресей бізді құтқарды, енді біз мәңгі қарыздармыз деген сөзді бір жерлеріңізге, қалталарыңызға салып қойыңыздар деді. Қазақстан ешкімге құл емес дегенді ол, Путинға красиво оқып тұрды. Анда-санда бір ұрысып алсақ та, олармен үлкен стратегиялық серіктестік туралы декларацияға қол қойғанбыз. Ядролық станцияларын, газ, мұнай, байқоңыр, біздің логистика тағы басқа бағыттар бойынша бәрібір біздің олармен байланысымыз тереңдеп жатыр. Себебі по-другому никак. Кешегі Украинаға бомбалаған Каспий құбыр консорциумы бар, КТК. Сол да Назарбаевтың қателігінің арқасында қазір Ресей арқылы өтіп жатыр. Бұл да біз үшін үлкен бір минус. Бірақ Қазақстан бір мезгілде көп векторлы саясат жүргізіп, Қытаймен, Түркиямен, жалпы батыспен байланысын күшейтуге тырысып жатыр қазір. Бұл жағынан енді Тоқаев мырза маладес. Өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмайым деген мақал қазір сол Қасым-Жомарт мырзаның ең негізгі қаруы болып тұр. Сонымен 21 ғасырдың ең атышулы президентінің бірі Владимир Путиннің да бағасын ұлы мәртебелі тарих өзінің уақыты келгенде берер. Ал біз үшін ең бастысы Қазақстанның тәуелсіздік архитектурасының шайқалмауы.